Ертедегі, ерте кезегі деген сөздерден шыққан. Қазақ ертегілерінің бәрі әдетте ертеде бір бай болыпты, ертеде бір хан болыпты, ертеде бір кемпір мен шал болыпты деп басталады. Қазақ ертегілерін үш топқа топтастыруға болады. Олар хайуанаттар туралы ертегілер, қиял-ғажайып ертегілер және шыншыл ертегілер. Хайуанаттар туралы ертегілердің негізгі кейіпкерлері аң, құс, үй жануарлары болады. Қиял-ғажайып ертегілерде ержүрек батыр адамдардың бастан кешкен сан алуан оқиғалары баяндалады. Шыншыл ертегілерде өмірдегі шындық оқиғалар айтылады. Ертегі оқудың пайдасы: бірінші, ертегі оқу арқылы баланың қиялы дамып, бойындағы дарыны ашылады. Екінші, қазақ ертегілері балаларды ұлттық тәрбиеге бейімдеп, төл мәдениетке үйретеді. Ертегі оқыған бала өзінің ана тілін жетік білетін болады. Үшінші, балаларды ертегімен тәрбиелеген елдің келешегі зор болады. Ол елден өте ақылды, білімді, елін сүйетін адамдар көп шығады. Мысалы, қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы бала кезінде Зере әжесінің, ал қазақтың тұңғыш ғалымы Шоқан Уәлиханов кішкентай кезінде Айғаным әжесінің ертегісін тыңдап өскен. Ертегі қиял мен арманға негізделген шығарма. Ертегілер әңгіме, өлең түрінде айтылады, жазылады. Онда халықтың арманы, әдет-ғұрпы, мұңы баяндалады. Ертегі халық шығармасы, халық мұрасы. Ертегі балалардың ел мен жерге сүйіспеншілігін оятып, азаматтық алғашқы түсінігін қалыптастыруға көмектеседі. Ертегідегі жиі кездесетін оралымдар балалардың тілін дамытып, сөздік қорын молайтады. Ертегіні көп оқиық, балалар. Сонымен балалар, ертегі деген не екен бұл? Ертегіден не үйренеміз біз? Өз ойларыңызды қойыңыз. Ана тілімізді үйренеміз. Қалай керемет? Тағы да. Отанымызды сүйеміз, дұрыс айтасың. Тағы да. Осы балалар ертегі адам қайдан пайда болған ертегі? Адамның қиялынан пайда болған. Мысалы, адамның қиялынан пайда болған бір ертегіні ғана айтайықшы, созбай. Бір ертегіні. Мысалы, ұшқыш кілем. Сол ұшқыш кілем қазір біздің қалай арман орындалды? Ұшқыш кілем. Ұшқыш кілем арманы. Қазір ол не болды? Көріне ма? Ертегі дегеніміз ол адамның қиял-ғажайыбынан, арманынан қайдан болады? Ертегілердің ішінде үштен. Сондықтан балалар, енді қазір біз әр бөлек сәбәбі жақсы өту үшін бала, сендердің сұрақтарын қалай өтетінін білмеймін, біздің жақта басқаша өтеді. Сондықтан мен естігенмін, сендерді былай өтеді. Ең бірінші топ басшысын сайлауы керек. Алақай, балақай, топ басшысын сайлауы. Мына жерде кім екен? Мына жерде кім екен? Ал, я, мына жерде кім екен? Балалар, неге сендер қабақтарын түйіп отырсыңдар, мен кетіп қалмадыңдар. Олай болса балалар, енді осы біздің сабағымызды бағалау үшін біздің алдымызда бағалау құралдарымызға кәмеге көрсетейік, бағалау құралымызды көрсетейік, кәмеге. Ал ұнамаса не істейміз? Ұнамаса не істейміз балалар? Балалар қараңдар, мынау қандай құрал, қандай егер дұрыс жауап бермесе, не істейміз балалар? Мынау балалар немене? Сендерге мен сурет тастадым. Мен сіздерге олар маған не қойған, сендер оны бағалай осыны. Енді осыны құрай қойыңдар. Құрайын қаймыз. Құрап болсаңдар олар алдағында бәрімізде ертегі жатыр. Негізді дос деген. Алып оқи қоямыз. Жұп-жұп көреді, кәдеге. Бір-бірімізбен ақылдасамыз, бір-бірімізді жақсы көреміз, кәдеге. Ал, қарай қойда, жұқтасамыз, бір-бірімізбен жұқтасамыз. Қатыршқа боламыз бір-бірімізді. Ал, бай болған кезде, қайтында маған, мен кет қалған айтмесе. Ал, қай жақта екен? Ағылағында екен? Дайынсыңдар ма? Дайынбыз деп айқайлап келдіңдер.
Sultan Türkü'ye bağırlık аңдарды шақыруға әмір етеді. Түлкі қырдан қырға, ойдан ойға секіріп, барлық ақпаратты барлық аңдарға таратады. Өзінің есесі кетіп жүрген тек қана қасқырды әдейі шақырмай кетеді. Ары қарай жалғастырамыз. Ары қарай жалғастырамыз енді. Руслан айтсын дейді, ал. Сонымен қанша тапсырған сәтке келіп жетіп, барлығы келді деген кезде түлкі санақ жасап, барлығын түгел екеніне көз жеткізіп келеді. Алайда қасқыр, аю және қоян келмей қалады. Оны естіген арыстан қатты ашуланып, ертеңнен қалмай ол үшеуін мен алдыма алып келді, жазасын өзім беремін деп қатты ашуланады. Арыстанның ашуланғанынан қорыққанында ертеңгі жиналысқа да толып келеді. Ары қарай жалғастырайық енді балалар. Бәріне көріністадық қой, тағы келесі. Ол жолы кеше тербеген аңдар келеді. Ең бірінші қасқырдан сұрайды. Аң патшасы шақыртып жатыр дегенді есте тұра неге келмедің? Менен қорықпайсың ба? Деп қатты ашуланды арыстан. О тақсыр, бұл не дегеніңіз? Әрине сізге барғанам. Тіпті осы амалым үшін өлтірсеңіз де разым. Аң патшасы айтқанынан қайтпай жазылуға бұйрық береді. Аң патшасы сен кішкене қосып Алайда араға келмеген қоян түседі. Патшам, қасқырды мен үшін кешіре көріңіз. Кеше мен осы жаққа қарай келе жатып, бір орға байқамай түсіп кеткен едім. Маған қасқыр көмектесті. Сөйтіп жүріп кеш көрдік. Кеш болса да барайық деп жолда келе жатқанымызда байғұс аюды көрдім. Сол кезде әңгімеге аю кіріседі. Патшам, қасқырды, бұл екеуі мен үшін кешіре көріңіз. Менің аяғым тасқа кептетіліп қалды. Олай отыра берсем, аштан өліп қалам ба? Кім білсін? Бірақ бағыма орай мейірімді қасқыр мен қоян жолықты. Сөйтіп жүргенде біраз уақыт жоғалтып алдық. Бәрі менің кінәм дейді. Ары қарай тағы да бар ғой әлі. Аяқталып жатыр. Аяқталды. Иә, соңғы сендер бар аяқтаулар. Бәріне көз жеткен арыстан ашуынан қайтып, кімде-кім мейірімсіздік жасайтын болса, олардың барлық қателіктері кешірілген және барлық аңдар бір-бірлеріне мейірімді болсын жан шығарады. Сөйтіп үш дос мейірімділіктерінің арқасында өзімен аман қалады. Және соңында түлкінің қасқырға әдейі хабар жеткізілгені дәлелденіп, оны жазаға тартады. Дұрыс айтасың. Өте жақсы балалар. Әдемі түсінесіздер. Енді балалар, осы ертегіні әр қайсысын, әр ауыл өздерінің мақалмен түйіндеу. Сендер қалай түйіндейсіңдер? Кім айтады? Ақсия айтады. Мына жақта дайындала беріңдер, иә? Ақсия? Ерегіскен ер болмайды, ерегіскен дос болмайды. Ерегіскен ер болмайды. Қалай түсінесіңдер оны? Мен. Түсіндіріп жіберіңдер. Асан әлі айтсын. Сен досына ренжіп қалса, сен досыңды кешірмек, оған кек сақтауға болмайды. Дұрыс айтады балалар, иә? Бір-біріне сендер ренжіп қаласыңдар ғой. Соны кек сақтау. Мысалы, мамаларың, папаларың ұрса да, сендер оны тез ұмытып кетулерің керек. Кек сақтамауларың. Өте жақсы. Тамаша балалар не айтты? Кәдімгі. Досы көпті жау алмас. Жау алмас. Енді оны түсіндіріп жүрді. Досы көпті жау алмас дегенді кім түсіндіреді? Руслан айтсын. Егер сенің досың көп болса, сен кез келген қиындықтан тез шығасың. Барлық үшін айтыңдаршы, мысалы, сабақ үстінде есеп шығармай жатсақ, не істеп қоямыз ақырда? Немесе ручкаң болмай қалды, қалғаны болмай қалды. Сол кезде дос деген осы ғой. Күләйді сұлтан айтсын. Біреуге жамандық тілесең, ол жамандық өзіне қайтып кетеді. Сондықтан ешкімге жамандық ешқашан да тілемеу керек. Дұрыс айтасыңдар балалар. Оны қалай түсінесіңдер? Қалай? Сонда біреуге не істемеу керек? Ренжіп жамандық болмау керек. Мысалы, ренжіп қалсаң, еңбек қалсақ, ойлап қалуларыңыз мүмкін ғой, олар ойлауға болмайды. Дос болуыңыз керек, иә? Өте жақсы балалар.
Баяғыда бір бай болыпты. Оның үйі үлкен жолдың бойында, үлкен тұт ағашының қасында екен. Жазды күні үй іші қапырық ыстық болғанда, бай сол ағаштың көлеңкесіне төсек салып жатады екен. Бірде үлкен жолмен өтіп бара жатқан шаруа сол тұт ағашының көлеңкесіне демалуға отырып, ұйықтап кетіпті. «Ей, сен кімсің? Саған бұл жерде ұйықтауға кім рұқсат берді? Тез кет!» деп бай айғай салады. «Мен неге кетуім керек?» деп сұрайды шаруа. «Ағаш менікі, оның көлеңкесі де менікі. Олай болса, сол көлеңкені маған сат». Ақша туралы әңгімені естігенде байдың көзі шоқтай жанып, «Жақсы, ақшаңды әкел де көлеңкені ала ғой», деп бірден келсе кетеді. Шаруа көлеңкені сатып алады. Енді тұт ағашының аумақты көлеңкесі шаруаныкі болады. Ол сол көлеңкеде жатып демалады. Көлеңке байдың ауласына түскенде, шаруа сол жаққа барып жатады. Көлеңке байдың қонақ бөлмесіне, ас үйіне түсетін болса, шаруа сол жерге барып жатып жүрді. Өзінің ағаттық жасағанын түсінген бай ештеңе жасай алмайтынын білді. «Мен көлеңкені сатып алдым, ол енді байдікі емес. Сондықтан достарымды шақырып, рақатын неге көрмеске?» деп ойлайды шаруа. Бір күні байдың үйінде қонақтар отырған кезде, шаруа да өзінің достарымен келіп қалады. Олар келген кезде байдың қонақтары тұт ағашының көлеңкесінде отыр екен. Шаруа байдың қонақтарынан орынды босатуды сұрайды. Таңданған қонақтар бұның себебін сұрайды. Не айтарын білмеген бай тілін тістеп үнін шығармайды. Ал шаруа болса маңғаздана. «Бұл мына достарыңыздан сатып алған көлеңкем ғой. Сондықтан кез келген уақытта осы көлеңкенің астында демалуыма болады», дейді. Байдың қонақтары оған ұзақ күледі. Ал көшедегі балалар «Сараң бай, көлеңке сатқан сараң бай» деп мазақ қылады. Мұндай масқаралыққа шыдай алмаған бай қалаға көшіп кетеді. Тапқыр шаруа тұт ағашының көлеңкесіне ғана емес, байдың үйіне де ие болады. Бағалап отыруымыз керек. Бағалауды қандай сіздер оңда ашқанда біз бағалаймыз ғой. Шақалақ, дайымыз, шиқылдар, дайымыз, қайсымен жасағылары керек, соны көрсете бересіздер. Қолдарындағы кейіпкерлерді шиқылдатуға да болады, тоқтақпен ұруға да болады, қол шақалақта болады. Бүгін бәрі болады деген бекардай жоқ. Ал басталды, кім шығады? Бай, кәдеге ал. Кедей болып кім шығады? Шыға беріңдер, шыға беріңдер. Шық, кәне. Ал шығыңдар. Сеншебай шығарайық шарбалап. Ал енді сен отыратын. Жақсы. Ал басталды. Баяғыда бір бай болыпты. Оның үйі қара жолдың бойында, үлкен тұт ағашының қасында екен. Жазды күні үй іші қапырық ыстық болғанда, бай сол ағаштың көлеңкесіне төсек салып жатар екен. Бірде үлкен жолмен өтіп бара жатқан шаруа сол тұт ағашының көлеңкесіне демалуға отырып, ұйықтап кетіпті. Ой Алла, бір орында отыра бермей далаға шығып таза ауа жұтып келейін. Ей, сен кімсің? Саған мұндай ұйықтауға кім рұқсат берді? Тез кет! Неге мен кетуді? Ағаш менікі, оның көлеңкесі де менікі. Олай болса, мен осы ағаштың көлеңкесін сізден сатып алайын. Ақша берем дейді ме? Қой, келісіп, көлеңкені сатайын. Ақшаңды бер де көлеңкені ала бер. Не, қай ақша болса? Енді осы ағаштың көлеңкесіне қалаған уақытында келіп жатып демала бер. Шаруа көлеңкені сатып алады. Енді тұт ағашының аумақты көлеңкесі шаруанікі болады. Ол сол көлеңкеде жатып демалады. Мен осы көлеңкені енді сатып алдым. Осы көлеңкеде қал өзім жата бермей достарымды шақырайын. Мен осы достарымды көптен бері көрген жоқпын. Бүгін оларды шақырып әңгіме дүкен құрайық. Достарым, келіңдер. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум.
жоспармен келіп қалады. Әй, сен не жонсың екен? Нағыз көлікесімен сатып алғанмын. Кездетпе! Ей, бәйге, көлеңке сатылған ма? Көлеңке сатылған дейма, бұл масқара ғой. Бәйге, көлеңке сатылмайды ғой, бұл масқара. Көлеңке сатылған ма? Көлеңке сатылмайды ғой, ұят қой. Достар, кетейік, бұл масқара. Мұндай масқаралыққа шыдай алмаған бай қалаға көшіп кетеді. Тапқан шаруа тұт ағашының көлеңкесіне ғана емес, байдың үйіне де ие болады. Достар, бай кетіп қалды. Енді оның үйі менікі. Жөнген. Өздеріңізде ойланған. Шаруа. Кешебай Әбілмансыр, бай, Мысалы Малихан, қалғандары біздің сыныптың ұлдары. Ал, сендер қараңдар. Жақындардан отырыңдар. Алдар көтеріңдер. Қандай көрсетесіңіз? Аңдаған да ертегіде ойлайсыздар. Балалар, иә? Жақсы келді. Балалар отырыңдар. Отыр, көріңдер, отыр. Көрпеге отырыңдар. Отырмай беріңдер. Баста. Аңдаған да ертегіде ойлайсыздар. Мұсын кетпей. Патшасы мен патшайымы қояқшы. Мен де осы ішіне тышықты қоямау деймін. Ал, тұра қойыңдар. Тұрамыз бәріміз. Күшті болып тұрайық, сұлу болып. Ал, кеттік береміз. Патшайым болып.